Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum баршаңызға сәлем. Бізде ем қабылдаған науқастың емнен бұрынғы және емнен кейінгі УДЗ қағаз тексеруі салыстыру. Қазір бұл бізде осыдан бір ай бұрын ем қабылдаған науқас. Өтінде жаңағындай майда ұсақ тастар болған. Әдеттегідей науқастың да жаңағы тегі ат жөні Мейірбек КВС 75 жылғы тәтеміз. Жерде ай күні 2024 шілденің 1 күні. Сол кезде УЗИ-ға түсірген УДЗ тексеру бойынша бұл кісіде жаңағы өтте тас болған. Мынандай жиыршының пузырь, енді мыналарды қазақша жазуға болады. Бізде өкінішке орай бұның барлығын орысша шығарып береді көбінде. Жиыршының пузырь өт қалтасы. Мына жерде қаптың қуысында дейді. Оқысаңыздар көрініп тұр. Міне диаметрі 18,5 мм. Ең үлкен тастың жаңағындай диаметрі осы мөлшерде. Ал енді бізден бұл кісі бір ай шөп дәрілер емі дайын күйіндегі сол жаңағы өт тазалап, өт айдайтын, бауырды тазартатын, өттегі сол тастарды ерітетін дайын түріндегі шөптен жасалған дәрілерді қабылдады. Бір айдан кейін қайтадан УДЗ тексеруін жасаған. Мына жерде аты жөнім жерде міне тегі Мейірбек КВС Сәуле. Мейірбек КВС Сәуле. 75 жылғы тәтеміз. Жерде дәл солай. Мінекей аты жөнім тегі 75 жыл толған тәтеміз. Мынау енді түсірілген бұл УДЗ-ның тексерілген күні міне 2024 тамыздың 19, яғни бір айдан кейін. Мына жерде мінекей шілденің бір айдан кейінгі тексеру нәтижесі. Бұл жерде сол тағы да сол өт қабы мына жерде қайта қазақша жазылған екен. Жиыршының пузырь өт қабы. Өт қабындағы тастың диаметрін көреміз. Бұл тас қысқасы бөлінген. Нөмір 1, нөмір 2, нөмір 3 деп тұр мұнда. Міне, нөмір 3 мысалға 12 мм. Ал ем қабылдаудан бұрын, бір ай бұрын 18,5 мм. Яғни 6,5 мм бір айда бұл тас кішірейген, өттегі тас. Бұл енді жаңағындай құм тәрізді жабыстырақ тастар. Солай тезірек әсер еткен, Құдайға шүкір. Құдайға шүкір, тәтеміздің өтіндегі тас ыдыраған, кішірейген. Ары қарай әлде емді жалғастыру керек. Енді жалпы шөп дәрілер емі қандай да бір ауруға болмасын баяу әсер етеді. Сондықтан да күрісті толық қабылдау керек болады. Сабыр етіп қайта бұл тәтеміздің емінің нәтижесі бір айдан кейін өте жақсы көрсеткіш болып табылады. Сондықтан да өзіңізде, жақыныңызда, дос-жаран, туыс туғандарыңызда, көрші олаңдарда кімді таныңыз, осындай өт аурулар, толы өтте тас болу, немесе басқа да қандай да бір созылмалы аурулар болса, шөп дәрілер арқылы ем қабылдап, осы аурулардан айығуларыңызға әбден мүмкіндік бар, Құдай қаласа. Есесіне жаңағындай химикалық дәрілер немесе гормондық дәрілер қабылдағанның көрі, ол дәрілер әрине айтып келе жатырмыз осы уақытқа дейін, бұдан кейін айта береміз. Ол химикат немесе гормондық дәрілер ауруыңызды емдеп жаза алмағанымен қоймай, басқа ағзаларыңызға, сау жеріңізге зиянын тигізетіні сөзсіз. Сондықтан таза табиғи шөп дәрілері арқылы ем қабылдап, ауруыңыздан толық айығып кетулеріңізге тілектеспіз. Қандай да бір ем іздеп ауруына шипа іздеп жүрген жандарға Алла Тағала толық шипасын берсін, аурудан толық айығып кетуіне тілектеспіз. Ендеше осы лекциямызды, видеомызды көпшілікпен бөлісіңіз, WhatsApp топтарда таратыңыз. Бір жанның көруіне себеп болып, ауруынан айығуына бір мүмкіншілік жасаңыздар. Ендеше келесі эфирде кездескенше аман сау болайық, ауырмаңыздар ағайын.